арасында ынтымақ, бірлік, белсенділік біздің басты серігіміз болсын. Әрбірімізге бүгінгі жылда шабыт, сенім және үлкен жетістік тілеймін. Бірден еңселеп берейікші, екіден келе қоймады. Бұл көңіл күй бұлтына ашып, Астазды құшақтар жылдың. Су тамшылары жылғары жалғасып қалды. Жарайсың Айша, өте жақсы. Арсен оқи қой. Мен ғарыш кемесінің жердің бейнесін көрейін деп едім. Күн маған жақын болғандықтан көзіме шарнап көре алмадым. Керемет, өте жақсы көріп отырсың. Дмитрий. Мен ғарышта болғанда, аңқауым жерді көрдім. Бұны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мен бұны ғажайып көңілсе қатты қуандым. Қандай керемет, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше сол сурет арқылы жаңа тақырыбымызды жалғастырамыз. Ендеше келе қош, Дима, сен тақтаға келе қой. Қалғанымыз бірге бастаймыз, топтан қараспаңдар, ал бастаймыз. Кеттік. Тоқтар Әубәкіров, бәрекелді. Тоқтар Әубәкіров кім? Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бақат Масабаев, кәсіби әлемге әйгілі ғарышкер. Ол 1951 жылы дүниеге келген. 5 жасында ғарышқа ұшқан. Жарайсың. Қандай керемет ақпарат балалар, көрінер ме? 45 жасында ғарышқа ұшқан. Ясмина, жалғастыршы. Тоқтар Әубәкіров Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ол 1991 жылы ғарышқа ұшып, 8 күнге жуық уақыт ғарышта болған. Ол тек ғарышкер ғана емес, сынақшы, ұшқыш болған. Тоқтар Кеңес одағының батыры атағын алған. Тамаша. Бірінші топ, мұқият тыңдаймыз. Бірінші топ, дәлелдейміз. Жазушы отбасы мүшелерінің қандай туыстық сезімдерін суреттеген және мәтіннен топтардың мамандықты қалай таңдағанын тауып оқып береміз. Екінші топ, еске түсір. Диалог дегеніміз не? Мәтіннің соңғы абзацын оқып, мазмұнынан диалог сөз құраймыз. Үшінші топ, топтардың мамандық таңдауына үлгі болған кімдер? Неліктен? Бұл тапсырмада балалар әр топ 2 балдан бағаланады. Ал бастаймыз. Мам дегенімді тасташы. Анашым, менің бала кезді арманым ұшқыш болу емес пе? Менің сенен айырылғым келмейді. Қазақтан шыққан тұңғыш сынақшы Тоқтар Әубәкіров қорқып оқуды тастап кетті десең, өзгелер не демек? Жарайды балам, арманыңа жет. Мен сенің мықты ұшқыш болуыңа сенемін. Жарайсың. Бәрекелді, өте жақсы, қандай керемет диалог құрғансыңдар. Ал үшінші топ сіздердікі еді? Тоқтардың мамандығына таңдау үлгі болған әкесі Оңғарбай. Қимылды қайталаймыз, көңілдірек. Бақтыр, ал бақтырмыз. Жалғастырамыз. Құрандарыңды бұлшықпай қалып, мен орындар едім, балым жетпей қалды деп жүрмей. Топтарға тән ерекшелікті және тән емес ерекшелікті таңдап, орналастырамыз. Тапсыр кішкене шетке сұрағой. Алдымен онда топтарға тән ерекшелікті Дима орналастырсын, сосын сен тән емес орналастырсын. Тән. Жақсы қасиеті дейші. Түсіндің ғой? Дұрыс. Ал қаттырақ алма. Дұрыс. Оқы.
Арманымыз қазіргі өзіміздің арманымыздан айнымай арманымызға жетуге ұмтылуымыз керек, иә? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Иә. Қызықты болды ма? Бүгінгі сабақта не білдім? Бүгінгі сабақта ғарышкерлер білдім. Тағы Әбубәкіров білдім. Тағы арман арқалаған баланы білдім. Рахмет. Жарайсың, өте жақсы екен біле ғой. Сұрақтарға жауап беріп кетейікші. Кері байланысыңыздар. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә, әрине, маған бүгінгі сабақ ұнады. Себебі мен өзімді ғарыш кемесінде болғандай сезіндім. Ғарышта жүргендей сезіндім. Жақсы, рахмет. Арсен, картаны ұстаңыз. Тоқтар атамыздан қандай үлгі алдым? Қандай үлгі алдың Тоқтар атамыздан? Мен Тоқтар атамыздан өз арманынан таймау керектігін білді. Отбасындағы адамдарға қамқор Бәрекелді, дұрыс. Тоқтар батыр қонышқа. Жақсы, айтқан. Тоқтар батыр айналар ел бір сенен, есіңде білсін әлі. Ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғышынан мың сәлем. Тоқтамай болсын аңыз, бір жолды тосаңыз. Тоқтар батыр ереген, önce өлімге қосамыз. Ерекпенен жыр егіз, оны жастан білеміз. Біз Тоқтардың есіне ту қойып ұстап жүреміз. Бәрекелді. Жарайсың. Өте жақсы. Рахмет, Дима. Тапсырмаларды орында, тақпақты жаттап келгеніне үлкен рахмет.